бір кездер ақаулар кетіп қалуы мүмкін. Мен бірде-бір резина тоқып бастағанымда резинаның дұрыс тоқылмай қалғанын байқадым. Сондықтан тоқыма машинадан шешіп алдым осылай. Енді тоқылған бұйымның бәрін қайта-қайта сөкпей 5-6 қатарын ғана сөкілетіндей етіп жалғастырып беруге болатын тәсілмен сіздермен бөліскім келеді. Енді мына видеода көрініп тұрғандай, мынау материалды бүйтіп былай бүгіп осылай жасап көреміз. Сонда ортасын бүйтіп қарап көрсеңіз, мұқият қарап тұрсаңыз, там бағандар, ілмектердің арасында бағаншалар болып көрініп тұрады. Сол түп-түзу соңына дейін өзі бүгіп шығуға болады, тоқып жатқан затты. Соны бағаншаларды артынан машинаның тоқыма машинаның